Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын таңғы асқа арналған гренки дайындайтын боламыз. Сондықтан да міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, және де оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырып алатын боламыз. Және де достар, қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, каналға тіркеліп, пікірлеріңіз болса жаза кетіңіздер. Енді оның үстіне сүтімізді құйып, тағы да жақсылап шанышқымен араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз да, содан соң алдын ала нанымызды өзіңіздің қалауыңызша турап алатын боламыз. Мен осылай турап алдым, бір бөліп, және де ортасынан тағы да бір бөліп осылай турап алдым алдын ала. Енді оны осы жұмыртқалы массамызға екі жағын сала отырып аунатып алатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, қуырып алатын боламыз. Екі жағын аударып, жақсылап етіп қуырып алатын боламыз. Сонымен біздің таңғы асқа арналған гренкиіміз дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де үйде қалып немесе желінбей қалған нан болса да жасауыңызға болады. Ол жұмыртқа өзінің жаңағы жұмсақ етіп керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет.